Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Qadrmenді тыңдарман, qadrmenді достар, сіздермен Құран үйрену сабағына байланысты алдыңғы сабағымызда алфавиттерді өткен болатынбыз. Әріптердің дыбысталуын, жуан жіңішке әріптердің және де әріптердің кейбір әріптердің қалай дыбысталатынына қатысты қиын әріптерге тоқталып өткен болатынбыз. Енді бүгін сіздермен харакат тақырыптарына өтеміз. Мінекей мына жерде әріптердің дыбысталуына қатысты арнайы бөлім арналған. Бұны біз өткен сабақта сіздермен қарап өттік. Ауызша мына осы тақырыптарды өздеріңіз оқып алсаңыздар да әрине нұр үстіне нұр болар еді. Енді сіздермен бүгін біз харакаттар деген бапқа өтеміз. Харакат деген жалпы бұл қазақшада әрекет деген мағынаны білдіреді. Мына алфавиттегі әріптерді бір-біріне қосу арқылы әрекетке көшіретін белгілер. Харакаттар деген сөздегі мынандай белгілер бар. Үш түрлі харакаттың белгісі бар. Фатха, касра, дамма деген. Енді алғашқы харакатымыздың түрі бүгінгі бұл фатха деп аталады. Фатха. Фатха харакаты бұл қиғаштау келген сызықша. Яғни егер бұл сызықша біз өткен әріптердің қай-қайсының үстіне қойылатын болса, ол әріп ә болып оқылады, жуан әріпі а болып оқылады. Қазір мінекей бұл жерде мысалдар бар, сол мысалдарына тоқталып өтетін боламыз. Мысалға, әлиф әріпінің үстіне, әлифтің үстіне тұрған бұл хамза белгісі, бұған алдыңғы сабақтарда тоқталып өтетін боламыз. Бұл белгі, және де бұл әлифтің үстіне келеді, бұл белгі. Және бұның үстіне фатха сияқты сызықша әріп келсе, сызықша келетін болса, қиғаш әлиф енді әлиф емес, ә болып оқылады. Сол себепті хамзаға біз алдыңғы сабақтар тоқталамыз, соған қатты уайымдамаңыздар. Бұл қандай белгі деп ә деп оқи беріңіздер. Әзірге бұл әлифті қатты өзгертпейді. Бұл тек бір белгі. Жоғарыдағы түсіндіргенімізде мына сызықша, қиғаш келген сызықша қандай да бір әріптің үстіне келсе, егер жіңішке әріптің үстіне келсе, ә болып оқылады, жуан әріптің үстіне келсе, а болып оқылады. Мысалға, әлиф әрпі бұл жерде ә болып оқылады. Мысалы, дәл әрпі фатха келген себепті енді дәл емес, дә болып оқылады. Бә әрпі сызықша келген себепті бә болып оқылады. Мысалы, зәл әрпі, сақауша шығатын зәл әрпі үстіне фатха белгісі келгендіктен, харакаты фатха болғандықтан енді зәл емес, зә болып оқылады. Зә, ә, бә. Мына жерде ә, мына жерде ра, мына жерде син әрпі үстіне фатха белгісі келгендіктен сә болып оқылады. Енді осыларды бір-біріне біз қосып оқуды үйренеміз ақырын-ақырын. Мысалға, ә, дә, бә, зә, ә, бә, ә, ра, сә. Мына жерде бір ескере кететін жағдай, егер жуан әріптерге келетін болса, мысалы, ра жуан әріп, бұл жерде бұл дыбысталуында ра жуан болады. Син жіңішке әріп болғандықтан, үстіне келгендіктен сә болып жіңішке оқылады. Осы бір мәселелерді ескерсеңіздер, және де тағы бір айта кететін жайт, әрбір жіңішке әріпті жіңішке қылып, әрбір жуан әріпті жуан әріп қылып, әзірден бастап оқуды үйрене беріңіздер. Өйткені бұл Құран оқығанда кезде өте маңызды, және де қазірден бастап әдеттенсеңіздер, ертең Құранға түскен кезде өте жеңіл болады. Ә, ра, сә, ә, зә, бә, дә, ра, кә, дә, ра, жә, зә, ра, қа. Көрдіңіздер ғой, жуан әріп. Зә, жіңішке, сақауша, зә, ра, қа, зә, ра, ға. Енді мына жаттығуларды сіздермен оқып өтейік. Бұның астында оқылу түрлері бар, бірақ сіздер бұған көп қарамай қойыңыздар. Қарамай оқысаңыздар тез өсесіздер. Және де үй жұмысына осы жаттығуларды кем дегенде 10-нан қайталап шығыңыздар. Сол кезде үлкен жемісі болады. Ра, зә, қа, ра, дә, мә, зә, ра, фә, зә, ра,
иә, айн әрпі болып оқылады. Зараа. Тамақтан, иә. Зараа. Уә жіңішке әріп. Вә-ра-қа. Вә-зә-фә. Шуды жіңішке. Зә-ра-қа. Зә-ра-қа. Мына жерде байқасаңыздар, зә сақауша, мына жерде өзі таза оқылады. Зә-ра-қа. Зә-ра-қа. Вә-ра-та. Ә-ра-да. Вә-ра-а. Вә-зә-ға. Ә-ра-джа. Дә-ра-а. Ә-ра-ха. Дә-ра-ха. Ә-вә-лә. Вә-зә-а. Вә-дә-а. Зә-ра-а. Мінеке, бұл харакаттардан болған фатха белгісі. Қиғаш сызықша әріптің үстіне келіп, оны ә немесе ағы дыбыстатқызады. Бұл түсінікті болса, келесі тақырыбымызға өтейік. Бұл да тура, бұл оста харакаттың түрі, бұл кәсіра. Бұл енді әріптің астыңғы төменгі жағына келеді. Төменгі жағына келетін қиғаш сызықша, яғни әріпті и қылып оқылады. Жіңішке дыбысталатын әріп и, ал жуан дыбысталатын әріп кішкене үй болып оқылады. Қазір біз оқыған кезде оған тоқталып өтетін боламыз. Енді ә-ви-нә. Көрдіңіздер ғой? Зәл әрпінің астына кәсіра белгісі кеп тұр. Бұл кәсіра деп айтылады. Сызықша, қиғаш сызықша зәл әрпінің астына келгендіктен, бағына үстіне фатха келгенде зә болып оқыса, енді зи болып оқылады. Ә-ви-нә. Мына жерде фатха белгісі тұр, бұл ә болып оқылады. Мына жерде де фатха белгісі тұр, бұл мә болып оқылады. Бірақ мына жерде кәсіра белгісі тұр, и болып оқылады. Ә-ви-нә. Ә-ви-я. Ә-зи-фә. Ә-ри-бә. Көрдіңіздер ғой? Әрбір жаттығуды оқыған сайын сіздер фатхамен де, кәсірамен де толық таныса бересіздер. Яғни толық практика жүре береді. Ә-ри-жә. Ә-ри-қа. Ә-ви-дә. Ә-ви-лә. Дә-ри-бә. Мына жерде ра әрпі, бұл жерде ри болған кезде жіңішке оқылады. Бұған әлі келеміз, бірақ бағана бірінші сабағымызда біз айтып кеткенбіз, ра әрпінің жуан әріптердің қатарына толық жатпау себепті ра әрпінің жіңішке оқылатын кездері де болады деп. Мінекей осы кәсіра болып келген кезде ра әрпінің жіңішке оқылатын кездері кездеседі. Бұған әлі алдыда тоқталамыз, алдыңғы сабақтарда, бірақ қазірдің өзінде ақырын үйрене беріңіздер. Дәрибә. Дәрижә. Дәрибә. Дәримә. Дәринә. Зәрибә. Рәдия. Рауия. Мына жерде жуан оқылады. Көрдіңіз ғой? Фатхамен келген кезде. Рауия. Зәриқа. Көрдіңіз ғой? Жіңішкеден жуанға өтесіз. Осы мәселелерді көңіл бөліп отырыңыздар. Мысалы, зәриқа болып кетпесін. Зәриқа. Яғни әрбір әріптің хақысын беруге тырысыңыз. Жіңішке әріп па, жіңішке әріп ретінде хақысын беріңіз. Жуан әріп па, жуан әріп ретінде хақысын беріңіз. Жарай ма? Зәриқа. Вәдика. Вәзира. Радифа. Вәрима. Вәрифа. Вәриа. Айн әрпі көрдіңіз, кішкене қиындау, бірақ практикамен ақырын келеді бұл. Вәриа. Вәриша. Әрика. Дәриза. Рауиха. Ха әрпі, бұл да қиындау әріп, бірақ хақысын беріп отыруға тырысыңыз. Рауиха. Вәзиға. Көрдіңіз, жуан әріп. Жіңішкеден жуанға өтесіз. Вәзиға. Жіңішке әріптерді оқып береді, жуанға бірден өту қиындау болады, бірақ соған дағдыланыңыз. Вәзиға болып кетсе, жіңішке әріпті оқып келетінде, бұл жуан әріпті де соған сәйкесінде жіңішке оқып жүрсеңіз, сонда қате болады. Вәзиға болса, дұрыс болмай қалады. Вәзиға. Әрина. Рауиа. Дәриза. Вәрика. Радиға. Радиға. Көрдіңіздер ғой? Радиға. Бұл жуан әріп. Хақысын беру керек. Вәриха. Бұл да солай. Вәриха.
әридо. Көрдіңіздер ме? Әридо. Яғни до жуан әрпі болғандықтан екі жіңішке әріп әридо. Бірден жуанға түсесіз. Осыған тілді сындыру керек. Әридо. Әзиро. Мінекей, бұл әріптерді де, бұл жаттығуларды да кем дегенде 10-10-нан үй жұмысында қайталасаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Кім көбірек қайталауға шамасы келсе, әрине көбірек қайталаған жақсы. Өйткені алдыңғы сабақтарда ары қарай алып кетуге жеңілдік тудырады. Енді біз харакаттың 3 белгісі бар дедік. Енді 3-ші белгісі бұл дамма белгісі. Дамма белгісі әріптің үстіне мынандай үтір сияқты белгі келген кезде ол у болып оқылады. Мінекей, мына жерде де жазылып қойған. Жуан дыбысталатын әріптің үстіне қойылса, жуан у жіңішке дыбысталатын әріптің үстіне қойылса, жіңішке у дыбысын білдіреді деп. Яғни бұл жерде де осы мәселені ескереміз. Енді мінекей мына жерде көрдіңіздер ғой, жаңағы өткен кәсра келіп тұр, кәсра ви нәрседен мә фатха келіп тұр. Енді біздің бүгін қазір үйренетініміз мынау дамма белгісі. Енді бұл жерде у келіп тұрғандықтан әлиф енді у болып оқылады. У ви мә. 3 белгіні бірдей оқыдыңыз. Енді мына жерде зи, көрдіңіз ғой, кәсра келіп тұр, ро фатха келіп тұр. Мына жерде әлифтің үстіне у келіп тұрғандықтан у зи ро. Дәл әрпі бағына дә кәсрамен ди фатха дә деп фатхамен де ди деп кәсрамен де оқыған болатынбыз. Дәл әрпін енді даммамен оқимыз. Дамма деген у болып оқылады. Дәл әрпі енді ду болып оқылады. Ду-ри-бә. Ду-ри-бә. Вау әрпі у болып оқылады өзі. У-зи-ро. У-зи-ро. Жуан әріптер келген кезде олардың да хақысын беруді ұмытып кетпеңіздер. У-зи-нә. Ру-зи-қа. Ру, ро жуан әріп болғандықтан кәсіре келген кезде жіңішке оқылады дедік роны, бірақ мына жерде даммада жуан оқылады. Ру-зи-қа. Ру-ди-фә. Зу-ри-ә. Зу-ри-ә. Мына жерде ә-ду-бә. Ә-ру-до. Ра-у-сә. Зә-ру-ә. Ра-ду-ха. Ра-зу-лә. Ра-зу-нә. Вә-ду-ә. Ду-ри-сә. Ду-ри-ха. Ду-ри-ә. Ру-ди-ә. Ру-ди-фә. Ру-ди-ха. У-ри-джә. У-ри-до. Ру-ди-я. Ру-ви-я. Ру-ви-я. Мына уидің кәсіре келген кезде уи болып оқылатын, уа у болып оқылатын айырбасаңыздар, я да сол кішкене кәсіра фатха дамма келген кезде кішкене кейде түсініспеушілік болып қалады, қалай оқылатын, соны бір ескеріп алыңыздар. Ру-ви-я. У-ри-да. У-ди-на. Уа-зу-на. Уа-ду-ка. Уа-ду-а. У-ди-а. Мінекей, қадірменді достар, бүгінгі сіздермен өтетін сабағымыз осы харакаттар. Яғни осы 3 харакатты жақсылап түсіндірмелерін оқып алыңыздар. Және де осы берілген мысалдарды кем дегенде 10-10-нан, әрбір мысалды кем дегенде 10-10-нан тілдеріңізді сындырып, жуан әріптері мен жіңішке әріптерінің хақысын беріп, оқып шығуға тырысыңыздар. Бұл сіздерге алдыңғы сабақтарда ережелерді жеңіл үйреніп кетуге үлкен көмегін тигізеді. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.